Ассалаумалейкум достар. Бүгін Қазақстандағы ең мықты дизайнер дегеніміз Абай Омардың жарнамалық баннерін көріп қалдым. Яғни осындай жарнамалық баннер шықты. Яғни осындай Қазақстандағы топ деген дизайнерлердің баннері осындай болып тұр да. Енді әдемі. Енді дәл осылай қалай жасаймыз? Ал кеттік, жасап көрейік. Фотошопты ашамыз. Создать. Размері 1080 на 1080 пиксель, яғни бұл фотошоптың Instagram посттың размері. Енді осыны аламыз. Мына суретін кесіп алу керек. Суретін қойып аламыз. Яғни бұның суретін кесіп алудың жолдары өте көп. Яғни менің өте қарапайым жол, ең оңай жол бар. Photoshop ең соңғы версиясында мына слой. Новый слой создавать етіп алайық. Енді осыны выделение дейміз. Выделение предмет. Ең соңғы версияларында. Яғни фонды удалить ету негізі қиын жұмыс емес. Яғни өзі белгілеп берді. Енді осы жерде Ctrl-S, Ctrl-V деп белгілеп аламыз. И бұрынғы суретін, бұрынғы слойды удалить етіп жібереміз. Удалить, міне қараңыздар, қандай әдемі кесіп берді. Енді осы сияқты ұқсату үшін сәл тартайық. И осы жерде осылай қойып қойып. Примерно. Дизайн үйренде миллион мүмкіндікке жол ач деп жазайық. Давай, жазайық. Размерін 36 қойып, жоқ 36 емес, 60 қойып. Дизайн үйренде миллион мүмкіндікке жол аш. Миллион мүмкіндікке жол аш. Яғни бұл шрифті Gilroy деген шрифт. Мүмкіндікке жол аш. Яғни осылай абзац шетінен қойып аламыз. Сәл тартамыз бұлай. Мүмкіндікке жол аш. И осы жерден пробел интерді басып. Яғни бұның шрифті Gilroy. Өте популярный, өте әдемі шрифт. Қалыңдығы экстрабут емес, өте қалың. Аралға закрыт етем, қысқартамыз. Осылай қойып қойып. Енді артық фон өзгертейік пока. Шрифт әлі толық біткен жоқ, қазір соңын жүйіндейміз. Осын аламыз да цвет деген бар. Енді бұның цветін қалай жасаймыз? Бұның цветін өтсек болады. Бұны аламыз да Photoshopқа апарып қоямыз. Енді бұны цвет дейміз. Цвет. Осы жерде осылай таңдап аламыз. Окей дейміз. Болды. И бұрынғы суретін өшіріп тастаймыз. Шрифттің түсін аққа өзгертейік. Осылай таңдап аламыз. Ұсақ келеді. Шрифтін сәл кетейік. Араларын сәл қысқартайық. Мынау слойды Абай Омарымыздан сәл жоғарырақ қойып қойық. Енді логотипін қойық. Мына жерге логотип.
жаңа скачать етіп алған логотипі. Точно өзінің логотипі емес, бірақ соған ұқсайды. Енді осыны фонны удалить ету керек. Басамыз, окей. Өшіріп жүреміз. Енді осын басамыз, егерек. Наложение цвета, белый. Өзі белый таңдап берді. Енді бұның логотипін аламызды жоғарыға қойып қоямыз. Осыға жоғары қойып қойық. Енді бұл жерге тегін онлайн сабақ деп жазамыз. Текст аламыз. Бұл жерде қалыңдығы просто болт сияқты. Басамыз. Тегін онлайн сабақ. Енді осыны кішірейтейік. Ctrl-T деп бастым. Енді осы кішірейтіп қоямыз. Осы жерде инструмент прямоугольник деген таңдаймыз. И осы жерде осылай қойып аламыз. И шет жақтарын былай тартамыз. Цвет қандай қызыл, яғни бұны төменге қарай қойып қоямыз. И цветін примерно осындай обводкасы өшіріліп тұр. Ұсақ келатыр. Тегін онлайн сабақ. Енді Абай Омардың Инстаграмның несі. Абай Омар. Жерде кішкентай әріппен болып тұр. И бұны символ текст өшіреміз. Өзі так үлкен әріпте тұр екен ғой. Жарайды, бүйтеміз. Абай Омар. Болды, ішке қойып жүреміз. Енді кішірейтеміз. Қалай қалыңдығы өте кішкентай екен. Төменге қойық. Енді мына жерде иконка тұр. Подарктың иконкасы сізді тікелей эфирге керемет сыйлық күтіп тұр деген. Тек жазып жіберейік. Сізді тікелей эфирге керемет сыйлық күтіп тұр. Бұның қалыңдығы кішкене алсаңыз медиумға қойып. Яғни бұны кішірейту керек. Яғни бәрі үлкен әріппен тұр, әдемі. Осылай қойып қойып. Сұрыппайны. Негізі размері үлкен болып тұр, мен әдейі кішірейтіп қойып жатырмын. Әдемі болып тұрыз үшін. Енді мына иконканы қоямыз. Оны иконканы қою үшін мына жерде Free Open Icon Duck деген сайт бар. Яғни подарктың ағылшыншасын білмеймін. Ол үшін не істейміз? Подарок английский, на английский дейміз. Осылай жазған present дейді. Яғни осы дизайнер болсаңыз, ағылшын тілін жай меңгере бастайсыз. Жаңа иконкаға ұқсас
скачать етіп оламыз примерно. Бізге примерно қандай керек екені уже түсінікті болып жатыр. Яғни бұл жерде қайсын аламыз? Так, қарап көрейік. Жарайды, мынаны скачать етіп алайық. Download дейміз. И осын аламыз да Photoshopқа барып қоямыз. Міне. Оны үлкейтеміз сәл. Shift-ті басып үлкейтейік. Жатпаймын. Соқып қойып. Бұны сәл кішіретейік. Енді осыны ақ түске қою керек. Екі рет басамыз слойда. Наложение цвета. Ақ цвет таңдап берді. Окей. Болды. Достар, қараңыздар. Біздің жұмысымыз дайын болды. Ctrl-S деп саңтетеміз. Жерге Абай Омар. Үлкен әріппен жазайық. Абай Омар. PNG. Сохранить. Окей. Енді жақсалған жұмысымызды көріп, міне Абай Омар. Қараңыздар, достар, қандай әдемі болып шықты. Яғни мен деген, біз деген Абай Омардың мықты деген, мықты дизайнер ғой Қазақстанда. Яғни сол сияқты бізде баннер жасап үйрендік. Жаман емес. Достар, егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы. Айтпақшы достар, төменге сілтемеге менің Instagram, TikTok парақшамды қойып қоямын бұйырса, сол жерге тіркеліп, менің историяға салып, белгілеп, жеке сіздің жұмысыңызды көріп, мен де жасап көрдім, қараңыз, бағалап жіберіңіз десеңіз, мен қуанып қалар едім. Жарайды, жақсы, сау болыңыз.